Assalamu алейкум бәріңізге. Дұрыс тамақтану арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз бананның пайдасы мен зияны жайлы толықтай айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын сіздерден үлкен қолдау сұраймыз. Арнаның дамуы үшін біз сіздерден лайк басып, пікір қалдырып, WhatsApp-тағы достарыңызбен бөлісіп, және де арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады. Алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түсі де кең тараған. Алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Сейшел аралдарының бірі Маода сары, қызыл және қара банан өседі. Бұл жергілікті тұрғындар үшін теңіз өнімдерімен бірге берілетін таптырмайтын гарнир болып есептеледі. Банан Үндістан, Эквадор және тағы да басқа әлемнің бір қатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кең тарағандары Кавендиш, Громишель, Лакатан. Бұл сорттар ағаштан піспеген, жасыл күйінде теріліп бірден қораптарға жиналады. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіледі. Бананның пайдасы. Көңіл күйді реттейтін В6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы, банан диетасы бар. Алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Сондай оның құрамында калий болады. Ол адамның қалыпты қысында жүру үшін өте қажет. Сонымен қатар калий жүрек бұлшық етін қатайтады. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Табиғи 3 қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, А дәрумені, В дәрумені, С дәрумені, Р дәрумені, Е дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларының алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар бананды шаршаған я ашуланған кезде емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес. Тек кейбір ауру бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің күніге 5-ден артық жесе, басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс. Ал бүйрекке ағзадағы судың жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқандай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорытуы қиын болып қалады. Одан бөлек банан қызылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені жөн. Себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін.
Салмағы көп адамдарға да бананды аз жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болуы мүмкін. Бананның қабығы да кәдеге жарайды. Төменде берілген мысалдар бұл сөзімізге дәлел бола алады. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерге тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығының қалыптарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Аяқ киімге арналған жақпа май. Банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз онымен аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртесіз. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін, тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүрттіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 реттен қайталап тұрыңыз. Тікенді шығарады. Егер денеңізге тікен кіріп кетіп, оны ала алмайтындай жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішкі бетімен қойып, 24 сағатқа танып қойыңыз. Банан қабығындағы ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Жараны жазады. Бананның қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күюден жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар, ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуынан пайда болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараған немесе шағылған жерге қойып, таңып тастаймыз, немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше реттен осылай істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Сүйелді кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағы сүйелдің үстінен қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер 1 аптада кетсе, кейбіреулерінің кетуі үшін 1 айдай уақыт қажет. Псориаз бен безеуді кетіреді. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабатымен қабынған жерлерді сүртсеңіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. Терге пайдалы банан қабығының минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қара дақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі қалыпты, үсті жылтыр болуы керек. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.